Бәріне сәлем, қайырлы күн. Біраз влог түсірмей кеттім. Өйткені Дубайдан келгеннен кейін не түсірем деп біраз ойланып сонымен қалды. Сонымен қайтадан қолға алып жатырмын. Так, қызыма витамин берейін деп жатырмын. Одан кейін садикке барамыз. Биохаяттың витаминдерін беріп жүрмін қазір. Суға араластырып берсем ішпейді. Өйстіп шприцке құйып берем. Қасықпен либо шприцпен, қазір енді ұйықтап жатыр. Сол үшін андай шприцпен берсем фу деп ішіп қояды тез. Қасықпен етсем төгеді қазір. Сол үшін ертең бір күні отзывын айтамын ғой, қалай болып жатқанын. Бірақ енді бізде беріп жатқан ем, өйткені учебымда не сияқты не бар. Витамин жеткіліксі сондай ғой. Соған алғам. Қазір бірінші садикке бармастан бұрын неге барамыз? Данышпанға барамыз. Данышпанда 8:30-9:30 дейін. Сосын таксимен садикке барып түсеміз. Ары қарай уже баратын жерлер бар. Все уже көресіздер. Өйстіп сорып аламын. Мармеладкалар да бар. Мармеладкаларда жеп омега, витаминді. Ойбай, өзірейді омега D3 мен не витаминдер бар. Бөлек не бар. Үстіп берем. Мен енді кофемді ішіп алайын. Сосын қарай айтатын боламын. Бөтші, тұруға желание жоқ па? Күнай. Түсінбей жатсың ба? Мама всегда таксимен апаратын. Бүгін ұйықшай апаратыр деп. Данышпанға бара жатырмыз бүгін бірінші күн. Екі неге барып жүрміз. Біреуіне почти 8-ші сабақ болады. Ойдың ма кешкісін? Садиктен кейін, ал таңертеңгісінен бірінші рет барып тұрық. Изи. Үйге келіп, сумкамды алып, киімді ауыстырып, реттесіп, қайтып шығып жатып үші жаңа кіргізіп кеткем. Кіргіз бітті, киімім жуып, сосын суын әлім. Сосын енді қайтып қызыма баратым. Қызды алып, садикке апарып тастаймын. Бүгін наурыздың 14-і, бірақ далаға қарасан бір январь ма, декабрь ма, даже февраль дейсің ше деп па. Дала осындай бізде. Жұмысқа келдім. Қызды садикке апарып тастадым. Ой. Қалыңыз қалай? Маникюрға келдіңіз ба? Маникюрға? Так, не? Допослед түсіріп алу керек, аха. Ютубқа ғой, ютубта видео түсірем.
Так, вроде нормально келетін сияқты, иә? Иә, поле тоже екеуінің ортасындағын да істеуге болады. Хороший свет. Нанда істесек, потом уақыт өте келе ол мынандай болады ғой, бәрібір, иә, мне кажется, онда осындай істей берейік. Где-то нажмешь, да? Давайте слегка высветляем масло, сосын тонируем. Так легче и долго жрешь. В основном масляное осветление только на уровень жеткізеді, да? И все. Кейбіреуі сөйтіп істейді. А мен наоборот. Больше... Вроде нормально. Шашымды боятып алдым. Қызды садиктен алып, қайтадан үйге алып келдім. Үй арасында жаңа 5-те әкеп тастадым. 1 сағат уақытым болды. Бір шаруаларым болған. Соларға барып, қызымды уже алып кешінде атырым уақыт болып қалды екен. Шашымды бояп алдым. Күшті ұнады өзіме. Өзімнің түрімді сала бергім келмейді. Бірақ аяқты даланы түсірейін десем, жағдай осындай. Бүгін бұйырса жолға шығып бара жатырмын. Аяқ астынан тем более праздник болғаннан кейін билет жоқ, самолетпен, пойызбен барайын десем, сосын принтермен барайын деп жатырмын. Шығарып салуға келді. Өзім жалғыз барамын. Түркістанға келдік. Енді Шымкентке барамыз қазір. Осы таксимен, осы немен, машинамен. Таксиға міндім. Отырмыз енді бұйыртса жүреміз. Шаршағаным бар, енді шамалы. Темалы көріп берсек. Заттарымды алайын. Осы домойдым. Үйге орналастым. Сағат 1 болыпты уже. Енді бұйыртса еттеліп, дайындалып, ертеңге дайындалу керек. Ұйықтап алдым жаңа. Түркістан Шымкентке комфорт машинамен келген ғой. Күшті ұйықтап, артқа дейін созылады екен. Сезбей ұйықтап кеттім ғой. Жезқазған мен Шымкентті жолынан несін аша ұмытып қалдым уже. Қайырлы таң. Бүгін кеше Шымкентке орналастым. Сосын жатып қалдым. Енді бүгін обучениямның бірінші күні. Мен дайындалып жатырмын. По идее, бүгін негізі теория не болады шығар, сол үшін боянып жатырмын. Негізі ол процедураларды өзімде көретін болғандықтан, негізі боянбай бару керек. Бірақ бүгін бірінші күн болғандықтан барып көре берейін деп жатырмын. Ары қарай уже көре жатармыз деп. Сол слегка ғана сәл-сәл боянып жатырмын. И бір жақсысы маған адрес жіберді ғой, оқитын жері қаяқта екен. Тура соның жанында, тура сол бүйтіп айналып тұрады жаңа не домдар. Соның біреуі әдейі сондай жерден іздедім, чтобы жолға неге уақыт кетірмейтіндей қылып. Вроде жақсы үй, квартира. Қарап нетіп шықтым бүкіл. Тарамай қойын, айқайлап кетіп жүрер. Көзін бояп алайын, сосын қайтып видеоны қосамын. Сосын түрсіген осындай. Кеттік құрсын. Бүкіл жүріп нетейік, свет сөндірейік. Вроде дала жылы сияқты, білмеймін точно. Вроде жылы, вроде салқын. Непонятный. Енді қатты қалың еңбен. Сәл-сәл киініп. Сәл-сәл.
Обучениеден кейін прогулкаға шықтым ініммен. Шымкентте жүр екен как раз. Дала деген прям жып-жылы кроссовки алдық. Қолымызда пакет жүргенді. Кешкі аха 05 деген бар ғой. Кешкі прогулка. Маған жібересің ғой, мен сәт күміш қалды. Қыздар, ары қарай видео жоқ, себебі мен замедленімін түсіріп қойыппын. Егер видео ұнаса, лүпілінді басып, тіркеліп кет, маған приятно болады.